Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабақта арифметикалық квадрат түбірдің қасиеттерін қолдану арқылы мынау берілген есептерді шығаратын боламыз. Өткен сабақта біз осы квадрат түбірдің жоғарғы дәрежелі түбірлердің қасиеттерін қайталаған болатынбыз. Енді әрі қарай есептер шығарайық. Мысалы, мына бірінші есепте мына түбірден қалай шығаруға болады? Бөлшектің алымын бөлімін жеке-жеке түбірлерге алып есептеуге болады. Алымындағы 25 пен 256-ның көбейтіндісін жеке-жеке түбірлерге алып есептеуге болады. Бөлімінде жеке-жеке түбірлерге алып есептеуге болады. Енді шығарып көрейік. Мысалы, түбір астында 25 пен 9-ның қатынасы көбейту 256 мен 289-ның қатынасы. Енді қасиетті қолдануға болады. Осы жерде де екінші қасиет бойынша түбірді бөлшектің алымына бөліміне жеке-жеке алып есептеуге болады. Бірден жауабын да жазуға болады. Мысалы, 25-тен 5, 9-дан 3 шығады. Сонда 3-тен 5 көбейту 256-дан 16 шығады, 289-дан 17 шығады. Мына жағдайда бізде бөлшектеріміз қысқармайды, жойылмайды. Сондықтан көбейтіп жауаптарын жазамыз. 3 пен 17-ні көбейтсек 51, 5 пен 16-ны көбейтсек 80 шығады екен. Бөлшегіміз қысқармайды, осы күйде қалады. Келесі есеп дәл солай. Түбір астында 64 пен 121-дің қатынасы және 400 бен 361-дің қатынасы. Мынадан бірден жауабын жазайық. 11-ден 8 және 19-дан 20. Бұл жағдайда да бөлшектеріміз қысқармайды, жойылмайды, сондықтан жауабын жазамыз. 8 пен 20-дан 160 шығады, 11 мен 19-дан 209 шығады екен. Келесі есеп түбірдің астындағы аралас сандарды бұрыс бөлшектерге айналдырып алайық. Сонда не шығады? Мысалы, бірінші аралас саннан 16-дан 5-16-ға көбейтсек 80, оған бірді қоссақ 81. Келесі аралас саннан 81-ден 162, оған 34-ті қоссақ 196 шығады екен. Осы жерде бірден түбірдің астындағы бөлшектерді бір-біріне жоятын жойып, қысқаратын қысқартуға болады. Мысалы, 81 мен 81 жойылып кетеді. 16 мен 196-ны бір санға қысқарта аламыз. Мысалға, 4-ке. 16-ны 4-ке бөлсек 4 шығады. 196-ға бөлсек 49 шығады. 49 шығады екен. Сонда жауабы қалай болады? Түбір астында 4-тен 49 тең болады. Түбірден шығаратын болсақ 2-ден 7. 7-ні 2-ге бөлсек 3,5 деген жауап шығады екен. Келесі есеп. Мұнда түбірдің астында сан берілген. Бірақ қарап отырсақ 18-ден 2. Бұдан түбірден сан шықпайды. Сондықтан бір санға қысқартамыз мына бөлшекті. Мысалы, 2-нің өзіне қысқартуға болады. 2-ні 2-ге бөлсек 1, 18-ге бөлсек 9. Сонда түбір астында 9-дан 1. Бұдан бізде шығады. Түбір асты 1-ден 1 шығады. Түбір асты 9-дан 3 шығады екен. 3-тен 1. Келесі есеп. Дәл солай 7,5 пен 0,3-дің қатынасы. Бұл түбірден де сан шықпайды, сондықтан бір санға ғана қысқартамыз. Яғни 0,3-ті 7,5-ке бөлуге болады, және өз-өзіне бөлуге болады. Егер
7,5-ті 0,3-ке бөлсек 25 шығады екен. Сондықтан түбір астында 25. Бұдан 5 деген жауап шығады екен. Келесі. Дәл солай 52 мен 117-нің қатынасы. Бұл бөлшекті де бір санға қысқартамыз, себебі түбірден сан шықпайды. 52 мен 117-ні 13-ке қысқартатын болсақ, 13-ке қысқартуға болады. Яғни 52-ні 13-ке бөлсек 4. 117-ні 13-ке бөлетін болсақ 9. Тең. Қасиет бойынша бөлшектің алымы бөлімінен жеке-жеке түбір аламыз. Сонда 4-тен 2 шығады, 9-дан 3 шығады екен. 3-тен 2. Келесі 7-ші, 8-ші, 9-ші есептер. Жаңағыдай түбір асты аралас сан тұр және ондық бөлшек тұр. Бізде аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырып алайық. Біріншіден, сонда бізде 5-тен 9 көбейту 0,2. Енді қарайық. 9-дан түбір шығады, 5-тен шықпайды және ондық бөлшектен түбір шықпайды. Сондықтан осы жерден шаруасын бітіреміз. Қалай? 5 пен 0,2-ні бір санға қысқартайық, яғни 0,2-нің өзіне. Мынадан 1 шығады, мынадан 25 деген сан шығады екен. Сонда түбір астында 25-тен 9. Мынадан сан шығаратын болсақ, 5-тен 3. Егер 3-ті 5-ке бөлсек, 0,6 деген жауап шығады екен. Келесі есеп. Так. Мына жерде қарайық. 4-тен түбір шығады, 9-дан шығады, 729-дан шығады. Ал мұнда 20 мен 80-нен сан шықпайды. Сондықтан екеуін көбейтіп аламыз. Так, бір түбірдің астында 1600 және 4, 9, 729-ның көбейтінділері. Енді мұнан шығару үшін бөлшектің алымын бөлімінен жеке-жеке түбірлер алуға болады. Сонда не шығады? 1600-ден 40 шығады, 4-тен 2 шығады, 9-дан 3, 729-дан 27 деген сан шығады екен. 40 пен 2-ні қысқартатын болсақ, мынада 1, мынада 20. Сонда не болады? Бөлшек 20 бөлу 3 көбейту 27 тең 81-ден 20 деген жауап шығады екен. Келесі мына түбірде түбірді қасиетке ала алмаймыз. Неге? Себебі қасиетке дегенде мына арасында азайту тұрғандықтан бөлшектер түбірлерді бөлек-бөлек бір-бірінен түбір астында 13-нің квадраты, түбір астында 12-нің квадраты азайтылған деп жаза алмаймыз. Сондықтан есептеп алайық. 169 азайту 144. Яғни 13-нің квадраты, 12-нің квадраты осы сандарды береді. Есептейтін болсақ, түбір астында 25 шығады. Бұдан есептесек, 5 деген жауап шығады екен. Келесі түбір. Дәл солай. Бірінші аралас санды бұрыс бөлшекке айналдырайық. 16-дан 17-нің квадраты азайту 2-ден 1-дің квадраты. Так. 16-нің квадратынан 256 шығады. 17-нің квадратынан 289 шығады. 2-ден 1-ден 4-тен 1 шығады. Енді бір түбірдің астында бір-бірінен азайтамыз. Ортақ бөлім беру арқылы
бізде ортақ бөлім 256-ның өзі болады. Мынаған 1, мынаған 64. Сонда 289-дан 64-ті азайтады екенбіз. Түбір астында 256-дан 225 деген сан шығады. Бұдан түбірден ашатын болсақ, 256-дан 16, 225-тен 15 деген сан шығады екен. Бүгінге осы. Әрі қарай келесі сабақта жалғастыратын боламыз.